Ақжол фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Роман Васильевич Склярға жолданады. Осыдан бір жыл бұрын 2020 жылы 30 қарашада Қазақстан Республика энергетика министрлігі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қарашығанақ Petroleum Operating, Nord Caspian Operating Company, Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік компанияларының арасында келісімге қол қойылып, мұнай газ машиналарын жасауды дамытудың халықаралық орталығы және жергілікті қамтуды дамытудың тікелей инвестициялар қорын құру жөнінде хабарланған болатын. Әрине, мұндай хабарды көптеген қазақстандық кәсіпкерлер зор ынтамен қарсы алған болатын. Өйткені олар бұл бастамада жаңа өндірісті ашу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған отандық өндірушілердің мүмкіндіктерін кеңейту арқылы мұнай газ саласы үшін тауарлар өндірісіне локализация жасау мақсаты тұр деп есептейді. Алайда, бір жылдан астам уақыт өте келсе, орталық пен қордың құрылуына қарамастан ауыз толтырып айтатындай қол жеткізген жетістіктерді көре алмай отырмыз. Ағымдағы жылдың 27 наурызында Ақжол фракциясы мұнай газ саласына бойынша жергілікті қамту үлесін арттыруға мүмкіндік беретін осы бастамаларды неге бірнеше айға созылу себептерін түсіндіруді және жобалардың іске асырылуын жеделдету жөнінде депутаттық сауал жолдады. Ол сауалда министрлік тарапынан тиісті жауап алдық, бірақ сол жауапта көрсетілген нақты іс-шаралар қашан іске асатыны көпшілікке әлі күнге дейін мәлім емес. Осы жылдың қыркүйек айында машина жасаушылардың форумы үстінде Ақжол демократиялық партиясының төрағасы осы мұнай газ машиналарын жасауды дамыту орталығының қашан бастап жұмысқа кірісетіндігі жөнінде сұрағына орталық өкілдері тек келесі жылдың көктеміне миссияны анықтаймыз деп жауап берген. Келесі жылдың көктеміне дейін созуға қандай себеп? Және осы біз құр сөзден нақты іске қашан көшеміз? Керісінше, бір жыл уақыт кетірмей, олар отандық өндірушілерді тартып, қандай көмек, қандай қолдау деген қызу жұмыс атқарып жатуы тиіс еді. Мұндай стратегиялық маңызы бар мәселенің шешілуін созу ұлттық мүддемізге қайшы деп санаймыз. Тәуелсіздіктің алғанымызға 30 жылдық мерей тойын атап, қазіргі кезде 90-шы жылдарға тек жер қойнауын пайдаланушылардың мүдделеріне бағытталған шарттарға бүгінгі күні басқаша көзқарас керек сияқты. Тіпті 3 аса ірі мұнай өндіруші шетелдік компаниялары тікелей инвестициялар қорына қыруар қаражат бөліп отырғанда, құрылған орталықтың мынандай жайбарақат жүрісін таңғалдырады. Жуырда парламент өнеркәсіп саясаты туралы заңды қабылдап, мемлекет басшысына қол қоюға жіберді. Осы заңға Ақжол фракциясы бірқатар кедергілерге қарамастан шетелдік ірі жер қойнауын пайдаланушылардың отандық тауарлар өндірушілермен өзара іс-қимылда асеттік саясатты іске асыру, кәсіпорындарға жаңа өнімдерге техникалық құжаттаманы сатып алуға жәрдемдесу бағытында түзетулер ұсынып қолдауға ие болды. Бұл қазіргі уақытта бәсекелестігімізді сақтау үшін өте қажетті іс. Біздің мақсатымыз шетелдік компаниялардың тек өндірілген мұнай газдан салық алу емес, сонымен қатар еліміздің жаңа технологиялар әкелу, инновациялық экономика құру, диверсификация жүргізу, тиісті мамандар даярлау. Қаншама біздің жастар шетелден жоғары білім алып келіп, елімізден жұмыс таппай, нәтижесінде қайтадан шетелге кетуге мәжбүр. Мұнай газ саласында құрылған машина жасауды дамыту орталығының мақсаты ірі жер қойнауын пайдаланушы операторларды республиканың машина жасау саласымен байланыстыра отырып, осы салада жергілікті кәсіпкерлердің біліктілігі мен әл-қуатын арттыру. Сондықтан, осындай орталықтың қызметін еліміздің стратегиялық дамуына маңызы зор болғандықтан, орталықтың жұмысын үдету қажет деп есептейміз. Ақжол фракциясының бұрынғы көтерген депутаттық сауалына нақты жауап ала алмағандықтан, келесі сұрақтарды қайталап қояды. Газ мұнай машина жасауды дамыту жөніндегі халықаралық орталықтың нақты жобаларға көшу мерзімдері мен бағыттары, оны қаржыландыру үшін шетелдік инвестициялар жоспарлаған қаражат көлемі туралы, жергілікті қамтудың дамыту үшін тікелей инвестиция қорының қаражаты қандай бағыттарға қалай жұмсалатын туралы, потенциалды компаниялар таңдау және жергілікті қамту саясатын дамыту жұмыстарын қалай жүзеге асыратын жайлы ақпарат жолдауларын сұрайды. Рахмет, құрметпен Ақжол фракциясы.